Ассалямалейкум. Pinduoduo сайтындағы киімдердің размерлерін қалай таңдаймыз? Мысалы, мына қыздардың толстовкасына кіре, астына қарай түскенде мынандай мәлімет жазылған. Бұны скриншоттап алайық. Переводчик арқылы аударамыз. Бұл жерде осы толстовканың қандай матадан тігілген және оның толық характеристикасы жазылған. Оқып шыққаннан кейін астына қарай түссеңіз, размерная сетка болады. Бұны да скриншоттап аударып аламыз. Жеңнің ұзындығы, адамның бойы деген мәліметтерді көресіздер, бұны өлшейсіздер. Одан кейін салмақ дегенді екіге бөлесіздер. Мысалы, 120 деп тұрса, ол адамның салмағы 60 килограмм болса, онда жаңағы LK деген сияқты барлығы қатарымен жазылып тұр. Және де бір размер үлкен таңдаңыздар. Мысалы, сіз XL киіп жүрсеңіз, онда 2XL алған дұрыс. Өйткені Қытайдың киімдері бір размер көбінесе қысқа болып келеді. Ал енді ерлер киіміне келетін болсақ, бұл жерде де сондай мәлімет бар, және астына қарай түссек, осындай размерная сетка жүреді. Оны да жаңа аударамыз. Бұл жерде асты және үсті трикосы барлығы размерлерін, белінің өлшемі жазылып тұр. Және мынау ең астындағысы бұл ерлердің бойының ұзындығы мен оның салмағы 130 деген, соны екіге бөлсек 75 килограмм деп тұр. Осы жерден таңдайсыздар, 130-ды екіге бөлесіз, 70 килограмм. Осылай қарай бересіздер. Енді кішкентай балалардың размерлерін таңдап көрейік. Мысалы, мына спорт товарды көрейік, спорт киімді. Бұны да скриншоттап алып переводтаймыз. Бұл жерде 145-155 деген баланың бойы және оның салмағы жазылған. Жеңінің ұзындығы деген сияқты барлығын толық өлшеңіздер, бірақ бір размер үлкен алғаныңыз дұрыс болады.